Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Кеше мен ауылға барып, мамамның, яғни енемнің мұнаншама көп көже жасап, бір талда өзімізге қалмай қалған көженің рецептісімен бөлісетін боламын. Енді мынау потолок ешкімнің де іші өтіп ауырмайтын болады. Яғни арпамыз бен тарымызды бір күн бойы отта осылай пісіретін боламыз. Оны түбі жабысып қалмас үшін оқтаумен осылай араластырып тұрамыз. Жиі араластырып, бір күн бойы баяу отта қадағалап отырып пісіретін боламыз. Және де ішіне мамам дәмі кірсін деп жаңағы жылқының майлы жерлерінен етінен салып қойған екен. Өте майлы әрі дәмді болған. Мінекей сорпамыз қайнап жатыр. Бұл сорпаға қазір біз картошкамыз бен тестамызды қайнататын боламыз. Картошканы өте көп қылмайсыздар. 4-5 картошка жетеді. Осыны ұсақтап, осылай қайнап тұрған сорпаға саламыз. Содан қайнап тұрған піскеннен кейін, осылай араластырып піскеннен кейін, етін мен картошкасын бөлек алып аламыз да, ішіне кәдімгі кеспеге илегенде қып, тастай қылдырып, қолдан тесто илейтін боламыз. Соны осының ішіне салып қайнатамыз. Оған дейін жаңағы қазандағы арпамыз бен тарымызды өстіп түсіріп аламыз да, ал кеп үйге кеп суытатын боламыз. Суыту не үшін деп ойлайсыздар? Өйткені қатығымызды құйған кезде ыстық сорпаға ол іріп кетуі мүмкін. Сол үшін осылайынан 3 тегешке бөліп алып, мен және абысыным және қайным 4-үшеуміз отырып, суыттық 3 тегешті отырып алып. Өте қатты суытпайсыздар әрине. Өте қатты суытсаңыздар, суып қатты суық болып кетеді, одан адам жей алмай қалады. Сол себепті орташа 50 градусқа суытуымыз керек. 30 градуста қайнаса су. Өстіп суытамыз. Одан кейін жаңағы картошкамыз бен қайнатқан тестамызды үшеумізге енеміз осылай бөліп салып берді. Мамамыз. Яғни үшеуміз араластырдық шетінен. Кімдікі қою, соған үстіне сорпадан құйып тұрды. Міндетті түрде дәл осылай жасаңыздар. Мен сіздерге 1000% гарантия берем. Ешкімнің де ішін ауыртпайтын, өте дәмді болып шығатын. Артық ештеңе, горох, кукуруз ештеңе салмайсыздар. Дәл осылай жасаңыздар, өте дәмді болады. Осылай мінекей бәріміз өстіп шетінен салып алдық та араластырдық. Барлығымызға теңдей өстіп бөліп, сорпамызды барлығын құйып болғаннан кейін үстіне қатығымызды 3-ке бөліп құйып берді. Мен уже балаларым дәмді деп 2 балам 2 шетінен жеп жатыр. Осылай қатығымызды толықтай салып, бір келкі қылып араластырдық. Сонда әппақ болып көже шықты. Толық видео көрсетейін десем, уже қалмай қалды, ешқайсымызға жетпей қалды соңында. Но біздің асылған етіміз 3 табақ ет шықты. Жақындарымызды шақырып күттік. Ас болсын, міндетті түрде осылай жасаңыздар.